Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 7 сабақ. 27 тапсырма. Мәтінді оқып, не туралы екенін анықта, ат қой. Бұл құстың аты қызғыш. Ол далалы жерде мекендейді. Қызғыштың мойны қара жасылдау, ал арқасы жылтыр. Бауыры мен екі бүйірі ақ түсті. Қанаты жалпақ, тұмсығы түзу әрі қысқа болып келеді. Қызғыш жауынқұртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді. Зиянды шыбын-шіркейлерді жеп, пайда келтіреді. Мәтін «Ол кім? Бұл не?» кітабынан алынған. Балалар, мәтінде қызғыш құс туралы айтылған, сондықтан да мәтіннің тақырыбын қызғыш құс деп атасақ болады. Мәтінге жоспар құрып, мазмұндама жаз. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша мынада жоспар құрсақ болады. Бірінші, қызғыш құстың сипаты. Екінші, оның қоректенуі. Үшінші, қызғыш құстың пайдасы. Ал енді балалар, осы жоспар негізінде мазмұндама жазамыз. Қызғыш құс далалы жерде мекендейді. Оның түсі қара жасылдау, бауыры мен екі бүйірі ақ түсті. Қанаты жалпақ, тұмсығы қысқа. Қызғыш құс жауынқұрт, қоңыз, шыбын-шіркейлермен қоректенеді. Қызғыш құс зиянды қоңыз, шыбын-шіркейлерді жеу арқылы табиғатқа пайдасын тигізеді. 28 тапсырма. Мәтінді оқы. Үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Мәтін Қазақстан құстары кітапшасынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша төмендегі тапсырмаларды орындайық. Оқығандарың сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Оған ат қой. Балалар, мәтіннің тақырыбын үкі деп алсақ болады. Бұл мәтін сипаттау мәтіні. Өйткені мәтінде үкіні сипаттап жазған. Балалар, сипаттау мәтіні қандай деген сұраққа жауап береді дедік. Яғни, үкі қандай құс? Үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Ол ұшқан кезде дыбыс шығармай ұшатынын білдік. Келесі тапсырма. Бірінші, жыртқыш құс. Екінші, үкінің түр-түсі. Үшінші, оның пайдасы. Осы жоспар арқылы мәтін бөліктерін талда. Қай бөлік жазылмаған? Балалар, мәтінде үкінің жыртқыш құс екені және де үкінің түр-түсі жазылған. Мұнда тек үшінші бөлік, оның пайдасы жазылмаған. Соңғы бөлікті құрастырып айт. Демек, балалар, үкінің пайдасын айтуымыз керек екен. Үкінің пайдасы. Үкілер егінді түрлі кеміргіштерден қорғайды. Соның ішінде бірнеше айда мыңдаған дала тышқанының көзін жояды. Үкілер әлсіз және ауру құстарды да жояды. Олар зиянды жануарлардың санын азайту арқылы адамзатқа үлкен пайда келіп, табиғи тепе-теңдікті сақтайды. Мінекей балалар, үкінің пайдасын білдік. Келесі 29 тапсырма. Шығармашылық үзіліс. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Баласын тізіп, соңына сүңгіп жүріп үйретті. Су жұқпайтын тонына кім біледі үйректі. Авторы Нұрғали Оразұлы. 30 тапсырма. Мәтінді оқы. Бір үйрек балапандармен бірге шұңқырдың жанында жүрген. Үйрек барқылдап, балапандар шыр-шыр етеді. Әсел жүгіріп келіп шұңқырға қараса, ішінде бір балапан жатыр. Арқасымен құлапты. Қалай бұлқынса да тұра алмады. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты. Ол анасымен балапандарға қарай жүгірді. Мәтін жыл 12 ай журналынан алынған екен. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтіннің өзің қалаған бөлігін көшіріп жаз. Оған ат қой. Балалар, егерде мәтіннің бірінші бөлігін көшіріп жазатын болсаңдар, балапандармен жүрген үйрек деп ат қоюымызға болады. Ал егерде екінші бөлігін көшіріп жазатын болсаңдар, оған Әселдің қамқорлығы деп ат қоюымызға болады. Себебі Әсел шұңқырға құлап қалған балапанды шұңқырдан алып шықты. Балалар, ол анасымен балапандарға қарай жүгірді. Егер біз осы жаттығу мен 29 жаттығудағы мәтін бойынша мультфильм жасайтын болсақ, қай мәтін мазмұнын бір ғана кадрмен немесе бірнеше кадрмен көрсетер едік?
Балалар 29-шы жаттығуда тек үйректің балапандарымен суда сүңгуі туралы ғана айтылған демек бір ғана кадрмен көрсетуге болады. Ал 30-шы жаттығуда үйректің балапандармен серуендеуі, бір балапанның шұңқырға түсіп кетуі, оған әселдің көмектесуі, балапанның анасы және бауырларымен қауышуын. Демек балалар бұл екінші мәтіннің мазмұнын бірнеше кадрмен көрсетер едік. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.